Мен Ыбрахым Сабина, Оспан Әлбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің 8-ші А сынып оқушысы боламыз. Батыр деген сөз тіркесін естігенде көз алдымызға аяғы қақпақтай, көзі қырандай өткір ер азамат бейнесін елестетеміз. Алайда соғыс ер азамат, әйел, жас қыз деп бөліп жарып қарамайды. Оның айқын дәлелі нәп-нәзік мәншігерлігі. Мәншік Мәметова 1922 жылы 22 қазанда Орал облысының Жас Құс ауылында дүниеге келеді. Балалық шағын Алматы қаласына өткізеді. Мектепті бітіріп медициналық жұмысшы факультетке, ал кейін Алматының медициналық институтына оқуға түсіп, осымен бір мезгілде Республика Халық комиссарлар кеңесінің хатшылығында жұмыс істейді. Ата-анасынан ерте айырылған Мәншік балалық шағын, жастық шағын Алматыда Ахмет Мәметовтың тәрбиесін өткізеді. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Алматы медициналық институтында оқып жүрді. 1942 жылы тамызда ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамына ұрысқа қатысты. Соғыс күндері басталды. Барлаулар, атыстар, шағын шайқастар. Мәметова нысанаға қарап атқанда, ол көз алдына фашистер бейнесін елестетеді. Бірақ нысанаға дәл тигізбей өтпеді. Ол үздік пулеметші болып, Калинин майданының 3-ші екпінді әскерінің 21-ші гвардиялық атқыш дивизиясына қабылданды. Бірінші шайқаста Мәметова гитлершілерді жақыннан жолатпады. Фашистердің шабуылына қарсы тұра алды. Осылай фашистермен жойқын ұрыстар жалғаса берді. Аға сержант пулеметші Мәншік ұрыстарда өзінің мергендігімен және табандылығымен, батырлығымен көзге түсті. Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста Мәншік ақтық темі біткенше пулеметпен оқ боратып, қаһармандықпен қаза тапты. Туады ерлер үшін өлмейдісі мәңгілік. Өшпейді абзал есімдер ұрпаққа жетіп мәңгілік деп, ақын Жұбан Молдағалиев жырлағандай, ел үшін туған ағаларымыздың есімдері, ерліктері жас ұрпақтың санасында мәңгілікке сақталатынына сенемін. Бүгінде Кеңес одағының батыры Мәншік Мәметованың есімі, ерлігі ел есінде мәңгілікке сақтаулы. Мен осындай батырды, қайратты бабаларымның ұрпағы болғаныма мақтанамын.